Мен, Асхат Қанатұлы Аймағамбетов, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі қызметін 2019 жылдан 2022 жылға дейін атқардым. Бұл кезең еліміздің білім мен ғылым саласы үшін аса жауапты, реформаларға толы уақыт болды. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан білім беру жүйесін түбегейлі жаңғыртты. 1991 жылдан бастап ұлттық білім жүйесі қалыптасып, жаңа оқу стандарттары енгізілді. Мектептер мен жоғары оқу орындары халықаралық талаптарға бейімделе бастады. Болашақ бағдарламасының іске қосылуы, жаңа университеттердің ашылуы, ғылымды қаржыландырудың артуы осы дамудың айқын көрінісі. Жаһандану жағдайында қазақстандық білім мен ғылым бәсекеге қабілетті болуға ұмтылды. Цифрландыру, академиялық еркіндік, халықаралық рейтингтерге қатысу, үштілді білім беру, онлайн оқыту жүйелерінің дамуы осы заманның басты тенденцияларына айналды. Пандемия кезеңі бұл өзгерістердің қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Мемлекеттік саясаттың басты мақсаты қолжетімді әрі сапалы білім беру болды. Мұғалім мәртебесін көтеру, педагогтердің жалақысын арттыру, артық жүктемелерді азайту, оқушыға бағытталған білім беру осы бағыттағы нақты қадамдар еді. Ғылым саласында жас ғалымдарды қолдау, гранттық қаржыландыруды кеңейту маңызды басымдыққа айналды. Білім мен ғылым ел болашағының негізі. Сондықтан бұл саладағы әрбір реформа Қазақстанның ұзақ мерзімді дамуына қызмет етеді деп сенемін.